Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. 5-ші сынып қазақ әдебиеті. Бөлім тақырыбы отбасы құндылықтары. Сабақтың тақырыбы Тынымбай Нұрмағамбетов өмірі. Анасын сағынған бала әңгімесі. Оқу мақсаты. Әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын ашу. Сабақ мақсаты шығарма мазмұнын түсінеді, шығарманың тақырыбы мен идеясын ашады. Бағалау критериялары. Шығарманы құрылысына талдайды. Шығарма құрылысына талдау жасап, көтерілген мәселелерді анықтайды, тақырыбы мен идеясын ашады. Олай болса, бүгінгі тақырыбымызға қатысты автормен танысайық. Оқулығымыздан Тынымбай Нұрмағамбетовтің өмірімен танысамыз. Өте жақсы. Егер өмірімен танысып болсақ, жылдарды оқиғалармен сәйкестендірейік балалар. Тынымбай Нұрмағамбетов 1945 жылы дүниеге келді. Өте жақсы балалар. 1971 жылы қауын иісі жинағы шықты. 1997 жылы бүкіл одақ жастар сыйлығын алды. Өте жақсы. Сіздер Тынымбай Нұрмағамбетовтың өмірі туралы біраз мағлұмат алдыңыздар. Ой шақыру. Ана туралы жыр әнін тыңдай отырып, мына сілтеме бойынша осы әнді тыңдап шығайық. Және тыңдағаннан кейін ана туралы әнді не үшін тыңдадық? Тынымбай Нұрмағамбетовтың анасын сағынған бала әңгімесіне бұл әннің байланысы бар ма? Бұл сұраққа жауап береміз. Өте жақсы балалар, егер әнді тыңдап болсаңыздар, қандай сезімде болдыңыздар? Анасын сағынған бала әңгімесіне қатысы бар ма? Ана деген кім болады бізге? Сізде ана туралы әнді тыңдай барысында анаңызды сағындыңыздар ма? Сағыныш деген қандай сезім? Өте жақсы. Олай болса, бүгінгі Тынымбай Нұрмағамбетовтың анасын сағынған бала әңгімесіне бұл ән өте қатысы бар екен балалар. Бірінші тапсырма. Балалар, оқиғаны баяндалу желісі бойынша реттілігін сәйкестендіріңіз. Дескрипторы оқиғаларды ретімен орналастырады, әңгіме мазмұнын меңгереді. Өте жақсы. Реттілікті сәйкестендіріп, оқиғаның мазмұнымен танысып шығыңыздар. Өзімізді тексерейік балалар. Өте жақсы. Сіздер өздеріңізді тексеріп болсаңыздар, келесі тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырма. Оқиға тағу әдісі арқылы әңгіменің композициялық құрылымына талдау жасау. Өлеңге сюжеттік композициялық талдау жасау. Дескриптор сюжеттік дамуға сәйкес оқиғаның басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау жиегі, шешімін баяндайды. Ихтимал жауап. Егер сіздер жазып болсаңыздар, ихтимал жауаппен өз жауаптарыңызды сәйкестендірейік балалар. Өте жақсы. Олай болса, үшінші тапсырмаға көшейік.
Кесте бойынша әңгіме тақырыбын, идеясын ашу. Дескрипторы әңгіменің тақырыбы, идеясы көтерілген мәселені табады, бүгінгі өмірмен байланыстырады. Сіздерге уақыт берілді. Өте жақсы. Олай болса, өзімізді тексерейік. Ықтимал жауап. Шығарманың тақырыбы: сағыныш, ана мен бала арасындағы сезім. Шығарманың идеясы: өмірдегі қиындықтардың салдарынан баланың анасынан ажырап кетуі. Бала сағынышы арқылы отбасы құндылығын дәріптеу. Көтерілген мәселе: уәде, жұмыссыздық, ажырасу, сағыныш, таза, шынайы көңіл, сүйіспеншілік. Бүгінгі өмірмен байланыс: қазіргі таңда да балаларын бағу үшін аналарының жұмыс істеуі. Өте жақсы. Олай болса, келесі. Сабақты бекіту тапсырмасы. Попс формуласы әдісі арқылы сабақты қорытындылайық. Әңгіменің идеясы туралы ойларыңды Попс формуласы арқылы білдіріңдер. Дескриптор берілген тақырып бойынша өз пікірін айтады. Мәтіннен дәлелдеме келтіреді, мысал келтіреді, сыни тұрғыда баға береді, өзіндік тұжырым жасайды. Олай болса, үй жұмысы, балалар, үй жұмысы менің анам. Ой толғау. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.